Тапырдың осы керемет кастрюлясы 7-де 6 литр, бірақ 8 литрге кетеді. Үстіндегі запасыменен өте керемет. Мына қанша сағат қазір тамақ істер батыр, бірақ мынау бочкасы қызбайды, спокойно ұстай бересің. Сосын жай отта піседі. Енді бұл кастрюляның сондай қасиеті, тамақ сәл пісуге 10 минут қалғаннан кейін астын өшіріп, бетін жауып қойып қойсаңыз, ары қарай өзі сол астына жиналған қызуменен өзі піседі, және де ұзақ уақыт ыстығы сақталады. Қуырдақ бүгін бізде. Астын бір қыздырып алғаннан кейін жайға қойып қоясыздар. Өйткені табанында сондай өте ыстықты өзіне тартып, одан кейін бір қалыпты ұстап тұратын. Сондай астында неше слой қабат бар өзінің. Және де тамақ піскеннен кейін де біраз уақытқа дейін тамақ суымайды, сол ысы қалпында тұрады. Қуырдағымыз дайын болды. Мінекей. Байқасаңыздар, біз 5 минут болды өшіріп қойғанымызға, бірақ әлі мынандай болып бүлкілдеп қайнап жатыр. Ол бағанағы табанын айттым ғой сіздерге. Бірнеше қабаттан тұрады, ыстықты өзіне тартатын деп. Сол әлі қайнатып тұр. Сондықтан да ыстығы ұзақ уақыт сақталады.